Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Тең мүмкіндіктер спорты ұлттық жобасы аясында өткізілгелі тұрған Қайсар тұлға тұңғыш премиясының марапатталуына қош келдіңіздер. Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на вручении первой премии Қайсар тұлға в рамках национального проекта «Спорт равных возможностей». 2012 жылдың 29 тамызы мен 9 қыркүйек аралығында Лондон қаласында 14 жазғы паралимпиада ойындары өткізіліп, 160 елден 4200 спортшы қатысып, спорттың 20 түрінен 502 медалін жинауға сарапқа салынған болатын. Бүгін осы залда сол жарыста өнер көрсеткен жандар отыр. Девиз нашего вечера «О спорт, ты жизнь». Ардақты ағайын, бүгінгі кешіміздің жүргізушілері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, 28-ші жазғы олимпиада ойындарының чемпионы, Баркер кубогының иегері Бақтияр Артаев. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азия ойындарының чемпионы Анна Алябьева. Және тележүргізуші Алмагүл Ықласова. И Кадырлан Мусагалиев. Шыр етіп жерге түскен сәттен бастап, өмірдің қасіретін, тауқыметін тартқан жандар, олар мүгедектер. Кембағал немесе жарымжан жандар. Өмірдің ауыртпалығын, ауыр жүгін арқалай жүріп, қиындықтарға мойымай, оны жеңе білген жандар да бар жоқ. Жалпы мүгедек адам қоғамның толыққанды мүшесі. Олар да жарық дүниенің жақсылығын, қызығы мен шыжығын көргісі келеді. Олар дені сау адамдардың тіршілігін жасағысы келеді. Спорттан байрақты бәсекелерге қатысып, ел мерейін асқақтатсам дейді. Осы мүгедек жандарға қандай мүмкіндіктер қарастырылуда деген сауал туындайды. Жалпы жер бетінде әрбір спорт түрі өзінше отау тігіп, қарқынды дамып келеді десек, дене мүшесінде кемістігі бар жандар үшін де спорттан айтулы шаралар өту жақсы үрдіске айналғалы біраз уақыт. Өткен жылы Лондондағы байрақты бәсекеде 7 бірдей спортшымыз ел намысын қорғап, жүлдеге бір табан жақындай түскені көңіл қуантады. Жалпы жерлестеріміздің әлемдік аренадағы табыстары аз емес. Волейболшылардың 1994-1998 жылы Азия чемпионы атанғаны жылнамада жазулы тұр. 2009 жылы Токиода өткен Азия жасөспірімдер паралимпиадасында Қазақстан құрамасы 23 медаль жеңіп алды. 7 алтын, 12 күміс, 4 қола медаль. Сол жастарымыздың болашағына зор үмітпен қарайтынымыз жасырын емес. 2010 жылы Ванкуверде өткен қысқы паралимпиада ойындарында шаңғышы Алексис Алякин үздік нәтижеге ие болды. Жалпы мүгедек спортшылар үшін 4 жыл бойы төккен тердің өтеуі паралимпиадамен өлшенетіні ақиқат. Ендеше, Тұманды Альбионда өткен паралимпиада ойындарына тоқталып, жерлестеріміздің жетістіктер жайлы айтып өтсек, артық болмайтыны ақиқат. 1992 жылы Сыр өңірінде дүниеге келген Айбек Әбжан 2009 жылы пауэрлифтингтен жасөспірімдер арасындағы Азия біріншілігінің күміс жүлдегері атанса, Лондон жерінде қазақ ұлы үздік 9 спортшының қатарынан көрінді. Қыздар арасындағысында Кабира Асқарова 7-ші сатыға табан тіреді. 2008 жылы Гуанчжоуда өткен Азия паралимпиада ойындарында Қазақстан қоржынына қола медаль салған Кабираның алар асуы әлі алда деген үміттеміз. Су спорт түрлерінен де қазақ спортшылары бар шеберліктерін көрсетті. 2010 жылғы Азия ойындарында құрлықтың рекордын жаңартқан Әнуардың ерлік арманы
Рио-де-Жанейрода өтетін Паралимпиада ойындарында ел қоржынына медаль салып. Жеңіл атлеттеріміз де жүлделі ауылына бір табан жақын жүрді. Сергей Харламов 100 метрге жүгіруде өзінің жаңа рекордын дүниеге әкелсе, ұзындыққа секіруде іріктеу кезеңінен іркілмей өтіп, финалға жолдама алды. 400 метрге жүгірген үміткерлер арасында Қазақстан намысын Ислам Сәлімов қорғады. Сыр өңірінің тумасына сәл ғана сәттілік жетіспеді. Орта бұзар жастағы Айнұр Байдуллаева да жеңіске деген жігер мінезімен танылды. Жалпы Лондондағы Паралимпиада ойындары өте жоғарғы деңгейде өтті дейді мамандар. Мәселен, 29 шілде күні Лондонның Олимпиялық стадионында өткен ойындардың ашылу салтанатына сан мыңдаған адам қатысса, жарыстың жабылу рәсімінде соншама адам тамашалап, дүйім жұртқа паралимпиялық қозғалыстың мәні мен маңызын көрсетті. Тағдырдың тауқыметін тартып, бірақ өмірге деген құштарлығымен барлық қиыншылықты жеңе біліп, байрақты бәсекеге жолдама алған жандарға қандай марапатта жарасатындай. Енді қыр астында Сочи ойындары және 3 жылдан кейін Рио-де-Жанейрода өтетін Паралимпиада күтіп тұр. Қызу дайындық бастағалы біраз уақыт. Үкімет тарапынан спортшыларға барлық жағдай жасалуда. Жалпы, қазіргі таңда Қазақстанда мүгедектер спорты күн сайын дамып келеді деп айтуға толық негіз бар. Халықтың спортпен айналысып, салауатты өмір салтын ұстануы мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының біріне айналып отыр десек, мүгедектер спорты да үкімет қолдауына ие болды. 2009 жылы кембағал жандарға арналған медицина жағынан дамытатын оңалту орталығы ашылғанын да тілге тиек еткен жөн. 2003 жылы Қазақстанның ұлттық паралимпиадалық комитеті құрылды. Ол елдің спорттық ұйымдарын үйлестіруші орган болып табылады және халықаралық аренада спортшы мүгедектердің мүдделерін білдіреді. Соңғы 3 жылда мемлекетте спортпен жүйелі түрде шұғылданатын мүгедектердің саны тоқтаусыз өсуде. 2009 жылы 12 мың адам болса, 2012 жылы әлгі көрсеткіш 6%-ға өсті. Яғни 16.643 адамға жетті. Қазақстанда мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналған 6 спорттық клуб Маңғыстау, Атырау, Алматы, Жамбыл облыстарында, Астана және Алматы қалаларында жұмыс істейді. Оңтүстік Қазақстан және Қарағанды облыстарында 2 мамандандырылған спорттық мектеп, сондай-ақ Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Ақмола облыстарында мүгедектерге арналған 3 спорттық бөлім жұмыс жасайды. Қазақстан Республикасы спорт және дене шынықтыру істері агенттігі қазіргі уақытта паралимпиада, сурдолимпиялық ойындарға қатысу қорытындысы бойынша жоғары нәтижеге қол жеткізген мүмкіндіктері шектеулі спортшылардың көтермелеу төлемін жоғарылату туралы, сонымен қатар Азия паралимпиадалық және Азия сурдолимпиялық ойындарының қорытындысы бойынша сыйақы беру туралы мәселелерді пысықтауда. Қазіргі уақытта агенттік мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған республикалық спорттық орталық ашу міндетін қойып отыр. Бұндай орталық ашу мүмкіндіктері шектеулі спортшылардың халықаралық жарыстарға сапалы қатысуын қамтамасыз етеді. Мүгедектерге, кембағал жандарға бүкіл халық атынан, әлем атынан үлкен қолдау қажет. Оларға барлық жағдай жасалынып, сый-құрметтер жоғары болуға тиіс. Өйткені олар нағыз өмірдің не екенін және қалай өмір сүру керектігін, қиыншылықтармен күресе білу керектігін білетін, түсінетін, адал да ардақты жандар. Бежит, по лесу круглый,
этой слезой. С вами была детская студия позитивного творчества Lime On. Құттықтау сөз үшін сахнаға Қазақстан Республикасының спорт және дене шынықтыру істері агенттігінің төрағасы Қожғапанов Ерлан Тоқтарханұлын шақырамыз. Құрметті қонақтар, қадірлі әріптестер, біріншіден баршаңыздан осы сәл кешігіп бүгінгі үлкен тойымызды бастағанымыз үшін кешірім сұраймын. Бұл негізі техникалық мүмкіншіліктерге байланысты болған оқиға, сондықтан кешіріңіз бізді. Я хотел, во-первых, извиниться, что мы немножко позже начинаем сегодня, раньше запланировано. Это связано с некоторыми техническими проблемами. Құрметті қонақтар, құрметті әріптестер. Тең мүмкіндіктер спорт ұлттық жобасының аясында Қазақстанда паралимпиялық спортты дамытуға қосқан үлес үшін Қайсар тұлға алғашқы сыйлығын табыстау рәсіміне қош келдіңіздер. Мемлекет басшысы өзінің жыл сайынғы жолдауында халықтың денсаулығына, салауатты өмір салтын сүру мәселесіне ерекше мән береді. Сонымен қатар елбасы бұқаралық спортты дамыту, халықты дене шынықтырумен және спортпен тұрақты түрде шұғылдануға тарту, мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар арасында дене шынықтыруды дамыту туралы нақты тапсырмалар берді. Елімізде паралимпиялық спортты дамытуға қосқан үлес үшін марапаттауға арналған бүгінгі іс-шара алғаш рет өткізіліп отыр. Және болашақта біз оны жыл сайын өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Возможности человека безграничны. Это доказывает нам всем номинанты премии Қайсар Тұлға. Каждый из них без преувеличения герой, победивший обстоятельства, в которых им суждено было оказаться. Всех их объединяет сила человеческого духа, воля, стремление выложиться на все 100% и даже больше, доказать всему миру: мы это можем. Мы восхищаемся мужеству этих людей, ежедневно преодолевающих тысячи преград на своем нелегком пути. История паралимпийского движения знает немало примеров мужества, героизма и стойкости спортсменов, чьи достижения вписаны золотыми буквами в историю мирового спорта. По итогам 2012 года в стране насчитывается 468 322 человека с ограниченными возможностями, около 200 тысяч или 45% из них это люди с ограниченными интеллектуальными возможностями, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Наблюдается рост людей с ограниченными физическими возможностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Сегодня их число достигло 16 тысяч. И я скажу, что это не предел. Самыми успешными в истории паралимпийского движения стали 14-е летние паралимпийские игры 2012 года, которые прошли в Лондоне. В них приняли участие 4200 спортсменов из более чем 160 стран мира, и было разыграно 502 комплекта медалей в 20 видах спорта. 7 казахстанских спортсменов, паралимпийцев, приняли участие в 3 видах спорта. Это плавание, легкая атлетика и пауэрлифтинг. Мы с гордостью можем сказать, по итогам игр 3 наших спортсменов вошли в первую десятку. В пауэрлифтинге это Аскарова Кабира и Абжан Айбек из Кызылординской области. В легкой атлетике это Харламов Сергей из Северо-Казахстанской области, а в плавании Ахметов Анвар из Астаны на дистанции 50 метров на спине установил рекорд Азии. Особо хотелось бы отметить титанический труд тренеров, спортсменов, паралимпийцев, выступающих не только в роли педагогов, но и зачастую и психологов, и порой даже врачей. И наша задача поддержать также и таких самоотверженных людей, отметив их нелегкий труд. Премия Қайсар Тұлға за вклад в развитие и продвижение паралимпийского спорта в Казахстане отныне станет ежегодной. Вместе с тем хочу сказать, что работу по развитию паралимпийского спорта нам нужно проводить в тесном сотрудничестве совместно с заинтересованными государственными органами. Это Министерство здравоохранения, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство образования и науки, Министерство культуры и информации. Сегодня назрела необходимость для улучшения работы первичных спортивных организаций, обеспечить доступ к центральной базе инвалидов,
база с диагнозами заболеваний и возрастов, где можно было бы проводить анализ по привлечению лиц с ограниченными возможностями к спорту. Я хочу сказать, что глава государства в своем послании поставил задачу о доведении количества населения Республики Казахстан, занимающегося спортом и физической культурой, к 2020 году до 30%. Это касается в том числе и паралимпийцев, людей с ограниченными возможностями. И в этой сфере мы должны довести количество людей до 30%. 15 тысяч от 468 тысяч – это далеко не 30%. У нас есть резервы, нам есть куда стремиться, есть что делать. Я хочу сказать, что народ нашей страны, жители нашей страны ждут побед не только от наших олимпийцев, они ждут побед и от паралимпийцев. Просто пока эти победы приносят только олимпийцы. Но я думаю, не за горами то время, когда мы будем встречать вместе с вами в аэропортах, на вокзалах наших паралимпийцев, чемпионов Олимпийских игр, серебряных призеров, чемпионов мира. Я думаю, это все впереди у нас. Куда голоса бәрі дұрыс болады. Завершая свое выступление, друзья, я хочу подчеркнуть, что выполнение задач по развитию спорта среди лиц с ограниченными возможностями станет возможным при тесном сотрудничестве всех заинтересованных органов и Национального паралимпийского комитета Республики Казахстан. Я хочу вам доложить, что сегодня в 12 часов состоялось заседание Национального паралимпийского комитета, где был избран новый президент Национального паралимпийского комитета. Им стал Дархан Аманович Калетаев, который сегодня присутствует в зале и которого я хочу нам всем вместе пожелать поприветствовать. Дархан Аманович, мы желаем вам на этом поприще. Дархан Аманович известный в стране политик, управленец, долгое время работал в сфере социальной, руководил госинспекторским отделом администрации президента, был заместителем руководителя администрации президента, был первым заместителем председателя партии Нур-Отан. Сегодня он является управляющим директором Фонда национального благосостояния Самрук-Казна, имеет все возможности в социальном, финансовом и всех других отношениях поддерживать Паралимпийский комитет, что, я думаю, Дархан Аманович, мы вместе с вами и будем делать. Барлықтарыңызға көп рахмет. Давайте начнем сегодня чествовать наших чемпионов. Рахмет сіздерге. А сейчас для вас поет Курмаш Маканов.
Ардақты ағайын, марапаттау рәсімімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Қайсар тұлға тұңғыш сыйлығын табыстау үшін сахна төріне Олимпиада ойындарының чемпионы, парламент мәжілісінің депутаты Ольга Шишигинаны шақырамыз. Марапатының егелерінде және ортаға шақырамыз Асқарова Кабира. Қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар. Қайсар тұлға марапатына Асқарова Кабира ханым ие болып жатыр. Сергей Деевой. На 14-х летних паралимпийских играх в городе Лондон Великобритания участвовал в двух дисциплинах – в беге на 100 метров. Абжанов Айбек марапатталады. Қазақстан Республикасының бірінші дүркін чемпионы және жүлдегері. арасында Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды. 2010 жылдан бері халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Ахметов Ануар. Ахметов Астана қаласында туған. Билеттер спортынан суға жүзуден халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 2011 жылы Қазақстанның үздік паралимпияшы спортшысы атанды. 2012 жылғы Ұлыбританияның ашық чемпионатында 300 қашықтықтан рахмет. Ольга Шишигинаның құрметіне қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар. Еліміздің мақтанышы, Олимпиада ойындарының чемпионы. Қайсар тұлға тұңғыш сыйлығын табыстау үшін келесі алып сахна төріне Олимпиада ойындарының чемпионы, еліміздің мақтанышы Александр Винокуровты шақырамыз. Қайсар тұлға тұңғыш сыйлығымен марапатталатын Абжанов Салимов Ислам. Ортаға шақырамыз. Салимов 1989 жылы 18 желтоқсанда Қызылорда қаласында туған. Екінші топтағы көз мүгедегі. Жеңіл атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 2010 жылғы Қытайдағы 16-шы паралимпиада ойындарда 3-ші және 4-ші орындарды иеленді. 2012 жылы және осындай марапаттың иегері Байдулдаева Айнура. Айнур Серікбайқызы Байдулдаева 1981 жылы 11-ші ақпанда Алматы қаласында туған. Спортпен 2005 жылдан бері шұғылданады. 2006 жылдан бері Қазақстан Республикасының чемпионы. 2012 жылы Италияда өткен билеттер арасындағы ашық чемпионатта бірінші орынға көтерілді. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 2012 жылы Лондон қаласында осындай сыйлықпен Габидуллина Зульфия марапатталады. Қошеметтеріңіз ағайындар, қошеметтеріңіз. Жамбылская область, мастер спорта международного класса Республики Казахстан по плаванию, участвовала в 14-х летних паралимпийских играх в городе Лондон, Великобритания. В дисциплине 50 метров на спине провела борьбу за выход в четвертьфинал. В настоящее время Зульфия Габидуллина работает исполнительным директором ООО «Гостарас». В коллективе проявляет коммуникабельность, открытость и исполнительность. В спорте целеустремленная и трудолюбивая женщина. Барша қайраттардың арқасында осындай жетістікке жеткен барша спортшыларымызға шын жүрегімізден алғысымызды білдіріп қояйық, ардақты ағайын. Спасибо большое. Удачи.
Сердце храброго к победе стремится, сердце храброго взлетает, как птица. И не в силах беда удержать тех, кто хочет всегда побеждать. Ваша профессия очень трудна, но она выбрана сердцем. А значит, на пути вас ждут только большие победы. Для вас на сцене поет Дильназ Ахмадиева. Сүйіктәншілеріңіз Дильназ Ахмадиева. Ұлттық жоба аясында қайсар тұлға тұңғыш сыйлығымен марапаттау рәсімін әрі қарай жалғастырамыз. Сыйлықпен марапаттау үшін сахна төріне бокстан Олимпиада ойындарының чемпионы, Баркер кубогының иегері Серік Сапиевті шақырамыз. Қошеметтеріңіз ағайындар.
шофер рұқсат етіңіздер. Сүтбаева Диана. Диана Сүтбаева, суға жүзуден халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Астана қаласында тұрады. Шеффилд қаласында 2012 жылы жүзуден өткен ашық Англия чемпионатының жүлдегері. Жарысқа 49 ел қатысқан. Лондонда өткен 14-ші жазғы паралимпиялық ойындарға қатысу үшін лицензиялық жарыстарға қатысқан. Және де осындай марапаттың иесі Григасов Олег. Григасов Олег, Мурманская область, мастер спорта международного класса Республики Казахстан по пауэрлифтингу, спортсмен по пауэрлифтингу в весовой категории до 90 килограмм, неоднократный рекордсмен и чемпион Казахстана на международном турнире 2012 года занял 5-е место. Был претендентом на завоевание лицензии на Паралимпийские игры в Лондоне. сайыстарда қазағымыздың көк туын желбіретіп жүрген қазақ спортшыларына қошеметтеріңізді қойыңыздар. Үлкен рахмет, Серік. Олимпиада ойындарында көк байрағымызды желбіреткен Серіктің де құрметті қошеметтеріңіз. Марапаттау рәсімімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қайсар тұлға ұлттық жобасы аясында Қайсар тұлға сыйлығын табыс ету үшін Олимпиада ойындарының чемпионы Юрий Мельниченконы шақырамыз. Қайсар тұлға сыйлығымен марапатталатындар және ортаға шақырамыз Абдықалықова Гүлбану. Абдықалықова Гүлбану, Алматы облысы, пауэрлифтингтен Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 56 келі салмақта өнер көрсетеді. 2012 жылы лицензиялық нормативті орындады. Дубайда өткен халықаралық турнирде 3-ші орыннан көрінді. Және де осындай марапаттың иесі Салимжанова Ляззат. Ляззат Салимжанова, Алматы облысы, пауэрлифтингтен Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 2007 жылы Малайзияда өткен Азия кубогында 75 келіге дейінгі салмақта қола медальді иеленді. Және сол жылы Қазақстанның үздік спортшылары арасындағы үздігі атанды. Ол пауэрлифтингтен Қазақстанның төрт мәрте чемпионы. 2006 жылы Малайзиядағы Азия ойындарына қатысушы. 2013 жазғы паралимпиялық ойындарда 7-ші орынды иеленді. Ортаға осындай марапаттың иесі Сидорчук Павелді шақырамыз және Сидорчук Павел. Сидорчук Павел, Костанайская область, мастер спорта международного класса Республики Казахстан по легкой атлетике. В мае 2012 года город Загреб, Хорватия, в квалификационном чемпионате Хорватии по легкой атлетике, где участвовало 40 команд, более 500 участников, по итогам которых Павел Сидорчук занял первое место в толкании ядра и второе место в метании копья. Және осындай марапаттың иесі Мансурбаев Равил. Равил, ортаға шақырамыз сізді. Мансурбаев Равил, город Алматы, мастер спорта международного класса Республики Казахстан по легкой атлетике, серебряный призер всемирных игр инвалидов, ампутантов и колясочников 2011 года. В мае 2012 года стал призером международного лицензионного турнира в Дубае в толкании ядра. В марте 2013 года стал чемпионом международного турнира Гран-при толкания ядра в Дубае с результатом 14 метров.
Ардақты ағайын, спорт саласында биік жетістіктерге жеткен батырларымыздың құрметіне қошеметтеріңіз. Спасибо вам огромное. Уважаемые друзья, сегодня знаменательный день. Для всех нас большая честь поздравить паралимпийцев с их выдающимися достижениями. И, во-первых, хочется поздравить организаторов этого мероприятия, потому что это является прекрасной площадкой, которая объединяет наших и олимпийцев, и паралимпийцев, многочисленных любителей спорта. И хочется сказать с уверенностью, что это событие послужит дальнейшему росту спортивных достижений, как среди олимпийцев, так и среди паралимпийцев. И в дальнейшем мы будем видеть не только участников, но и победителей, призеров Олимпийских игр. Спасибо всем вам и всего самого доброго. Олимпиада ойындарының чемпионы Юрий Мельниченко. Спасибо за прекрасные слова. Видеть цель, видеть небо, видеть финал. Это сильных удел, это каждый узнал. Каждый, кто верил, стремился и знал. Тот, кто не просто так выживал, а тот, кто всегда в борьбе побеждал. Храбрые сердцем всех удивляют, храбрые сердцем страх побеждают, храбрые сердцем звезды днем видят, храбрые сердцем ложь ненавидят. Сердце стучит только вперед, знаем мы точно, победа вас ждет. На сцене для вас Ким Роман и Роман Гловацких с песней «Во имя добра». Соленых слез материнских, смешанных с горечью осени, где пасем дымных пропасей, порохом в памяти остались времена на стенах, налить его грязным течением жизни несет нас в крайность, туда, где небеса теряют ясность, где океаны забывают чистоту, и там и тут лес превращает в пустоту. Порочный круг, слушай, друг, братья меньше гибнут от труд бессердечных, но мы все сможем вернуть, лишь только по капле добра в море ад каждого, и нам удастся удалить пустыню и жажду. Земля, мама, здесь ли поступки скверны людского племени? Мы будем верить и сильнее ждать перемен, как восхода солнца. Добро, как сердце в груди, все еще бьется. Залит, он не держит совести. Где мосты, где же мои вести, они уловисты. Они достойны чести, земля содрогаясь от натиска ветра. Сотни глаз ждут, ожидая момента нисхождения с неба капли дождя. Остудит пыл, убеждая меня, выйдет пыль, я хочу освободиться от жара. Мою мысль я хочу раскопать от металл. Правда ли надежда, мысль все уходит в небо. Взгляд мой в небо, сливает безумная вера. Я слышал где-то падают проблески света, чую дождь света, видел ночь лето, видел костры, хороводы с людьми, слышал смех и пение птиц, шум листвы, видел цветы, это было яркими красками, откровенно без массы, взгляды были ласковы, дождь был кристально чист, будто с самого дна, я видел, слышал все это во имя добра. Около неба тоскливым дождем, мысли застыли мои об одном, дождь промывает, устала земля, падают капли, землю храня. Примите послание с небес, каждый поступок имеет свой вес. Посмотрите на землю, найдите себя, берегите ее во имя добра.
И, уважаемые друзья, уважаемые гости, я хотел бы пригласить на эту сцену гордость Казахстана, олимпийского чемпиона Серика Сапиева. Дорогие друзья, дорогие тренера, паралимпийцы, мы все знаем, поздравляем вас, все знаем, что результат спортсмена – это и труд, и тренера тоже, поэтому спасибо вам большое за ваш труд, и тренера, и паралимпийцы. Поздравляем вас всех. С праздником! И для вас есть только миг. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только мир, за него и держись. Есть только мир между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. Сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье оно повстречать и беду еще. Есть только миг, за него и держись. И будущим, именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Марапаттау рәсімімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қайсар тұлға тұңғыш сыйлығын табыс ету үшін сахна төріне денсаулық сақтау министрлігінің жауапты хатшысы Мусинов Серікбол Рахымжанұлын шақырамыз. Қайсар тұлға тұңғыш сыйлығымен
марапатталатын бапкерлерді шақырамыз. Әрине, жаңағыдай спортшылардың жетістігінің бәрі бапкерлердің арқасы. Сондықтан да ортаға бапкерлеріміз Инкежекова Александраны шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Латышев Вячеслав. Латышев Вячеслав. Просим вас. Загороний Владимир. Серікбол Рахымжанұлы, сізге рахметімізді айтамыз. Ел үшін жасап жатқан еңбегіңіз жана берсін. Осындай жақсылықта бас қоса берейік. Қайсар болға тұңғыш сыйлығын табыс ету үшін сахна төріне Қазақстан Республикасы еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің вице-министрі Егенберді Ерғали Қуандықұлын шақырамыз. Қайсар тұлға тұңғыш сыйлығымен тағда марапатталатын бапкерлерді ортаға шақырамыз. Машеев Юрий. Спортшыларымызды биік деңгейлерге жеткізіп жүрген бапкерлердің құрметіне қошеметтеріңізді аямаңыздар. Васина Елена. Васина Елена. Ерғали Қуандықұлы, сізге зор алғысымызды білдіреміз. Қайсар тұлға тұңғыш сыйлығын табыс ету үшін сахна төріне парламент мәжілісінің депутаты Валиева Зайпа Яхияқызын шақырамыз. Қайсар тұлға тұңғыш сыйлығымен марапатталатын тағы да бапкерлерін шақырамыз ортаға. Бесенбаев Саттар. Добрый вечер. Для меня большая честь сегодня присутствовать на этом вечере. Я хочу поклониться вам всем, уважаемые наши паралимпийцы. Это подвиг. Вы герои настоящего времени. И когда сегодня вальс Чайковского, вальс цветов из оперы Чайковского «Щелкунчик» звучал для вас, это действительно вы этого достойны. Но, наверное, я скромный слуга народа, депутат парламента, попрошу Бахтияра Артаева вместе со мной вручать эту премию, потому что я к спорту меньше всего имею отношения, и, наверное, тренерам будет приятно получить Бахтияр с ваших рук. А если можно, я буду подавать цветы.
Бүгінгі кешіміздің жүргізушісі Бақтияр Артаев марапаттау рәсімін жүргізеді. Осындай марапатпен Колесников Юрий марапатталады. Қошеметтеріңіз. Яхия қызы, сізге де зор алғысымызды білдіреміз. Вы знаете, паралимпийцы, вам успехов, счастья и здоровья, исполнения всех ваших желаний. Я являюсь председателем Special Olympic, курирую, вы эти паралимпийцы, то Special Olympic, вы знаете, это дети с ограниченными возможностями. И, пользуясь случаем, поздравив от чистого сердца господина Калетаева, Дархана Аманыча, моего большого друга, я хочу сказать, что я тоже к вам приду. Потому что мои подопечные, наши дети, мы ездили в Сеул, мы тоже привезли много золотых медалей, мы тоже привезли серебряные и бронзовые медали. Мы тоже стремимся показать, что в нашей стране, в Республике Казахстан, дети даже с ограниченными возможностями имеют достоинство, честь, и они патриоты. Вы люди, которые служат примером тем здоровым ребятам, которые являются иждивенцами, которые не хотят работать, которые увлекаются, значит, только не спортом. Вы являетесь для них примером. И поэтому, мой друг Дархан Аманыч, я к вам приду. И я так думаю, мы вместе с паралимпийцами, с моими друзьями, олимпийскими чемпионами, которые меня сейчас поддерживают в движении Барсиада, мы придем к вам, и вы нас тоже поддержите. Всем вам большое спасибо. Рахмет, көп рахмет. Ардақтағайын марапаттау рәсімімізді әрі қарай жалғастырамыз. Қайсар тұлға тұңғыш сыйлығын табыстау үшін сахна төріне Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің вице-министрі Шаяхметов Саят Болатұлын шақырамыз. Қайсар тұлға тұңғыш сыйлығымен марапатталған бапкерлерін тағы ортаға шақырамыз. Песковой Анатолий. Песковой Анатолий. Аничко Геннадий. Қошеметтеп отырайық, Аничко Геннадий. Саят Болатұлы, сізге де зор алғысымызды білдіреміз. Еңбегіңіз жана берсін.
дожать и победить. Не плачут, не клянут судьбу, они умеют взять реванш. Они идут на абордаж судьбе своей, и многих вы уже сильней. Балет – это уникальное явление, сочетающее в себе все направления – литературу, музыку, танец. Он позволяет человеческой душе путешествовать во времени, прикасаться к божественным тайнам жизни, откликаться на музыку небесных сфер. Встречайте китайский балет инвалидов с композицией «Рука в руке».
Қытай елінен келген, арнайы келген бишілеріміз Мали Жай Шаңғай. Қошеметтеріңізді аймаңыздар. Ерекше әсерлі өнер көрсеткендері үшін алғыс хатпен және келісімдікпен үйлесімдіктің елшісі құрмет белгісімен Мали мен Жай Шаңғай марапатталады. Марапаттау рәсімін Олимпиада комитетінің президенті Карентаев Дархан Аманұлын ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңізді білдіріп қойыңыздар ағайындар. Қытай елінен арнайы келіп, өнерін көрсеткен бишілеріміз. Ардақты ағайын, мүмкіндіктері шектеулі жандарға арналған ең үздік спорттық кешен марапатында табыс етуге рұқсат етіңіздер. Мүмкіндіктері шектеулі жандарға арналған ең үздік спорттық кешен болып, Атырау облысының мүмкіндіктері шектеулі спорттық клубы марапатталады. Я вот тоже хотел бы для того, чтобы вручить эту премию, пригласить на сцену нашего самого прославленного баскетболиста страны, чемпиона Олимпийских игр Валерия Тихоненко. Қуаныштымын. Бүгінгі күнгі осында үлкен іс-шараны ұйымдастырып отырған Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорттық агенттігіне және ұлттық паралимпиада комитетіне шын көңіліммен үлкен рахметімді айтамын. Және де осындай спорт кешен барлық Қазақстанымыздың барлық облыстарында ашылса екен деп тілеймін. Бұл еліміздің тәуелсіздігіміздің арқасы, елбасымыздың арқасы. Рахмет. Үлкен рахмет, Дархан Аманұлы. Еңбегіңізге табыс тілейміз, жемісті болсын еңбегіңіз. Ардақты ағайын, Қытай елінен арнайы келіп, осы сахнамызда өнер көрсеткен бишілеріміз бірер ауыз тілегін жолдағысы келеді. 这里的城市优雅而安静，在这里让我感受到了热情好客、勤劳而富有智慧的哈萨克人。Нас здесь приняли очень тепло, радостно, и мы очень рады, что мы здесь сегодня. 我非常喜欢这里。 Нам очень приятно находиться здесь сегодня. 刚才那段舞蹈是牵手。 Наша карьера началась около 8 лет назад. 希望我们能够手相牵、心相连，共筑和谐家园。 Мы надеемся, что мы не в последний раз приехали сюда, и надеемся, что вскоре мы вернемся вновь. Сіздерге де шын ниетімізбен, шын жүрегімізбен рахметімізді айтамыз. Спортты серік еткен шынымен де қайсар тұлғалар, сіздердің құрметіңізге қайсар тұлға деп аталатын көркемдік хореографиялық көріністі ұсынамыз, тамашалаңыздар.
алыс болғанын қағатын, қайсар тұлға бас егізген адамзаттың баласын, мойын сынбай қиындықты, бағындырған тағдырды, өмір сүйгіш, құштарлық пен от боп лаулап жанасың, барша әлемді таң қалдырып, жеңістерге ұмтылып, ел намысын асқақтатар, ерсің, қайсар тұлғасың. Осы шараны ұйымдастыруға қолдау көрсеткен барлық жандарға алғысымызды білдіреміз. Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорына, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына, Астана қаласы әкімдігіне, Алтын Қыран халықаралық қайырымдылық қорына, бейбітшілік және келісім сарайының бас директоры Амирова Дилбар Садыққызына, Эйр Астана әуе компаниясына, Нұрмедия Астана телеарнасына алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі кешімізге қатысқандарыңыз үшін зор алғысымызды білдіреміз.